сауат ашу сабағы, бөлімі ас адамның арқауы, тақырыбы әріптер мен дыбыстар. Мектеп жанындағы шағын орталығы бар Бесқайнар орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Дайындаған Оспанова Ғалия Төлеухановна, 1-ші сыныптың мұғалімі. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен оқығанын ретін сақтай отырып баяндау, сөздегі дыбыс түрлерін ажырату және дұрыс дыбыстау. Сабағымызды ең бірінші мына өлең шумағымен бастағым келіп отыр. Мына аспан астында жақсы дос көп табылар. Мен де бір соның бірімін, сыйлығымды ал. Балалар, осы суретке қарап, қай тағам ағзаға пайдалы, қай тағам зиян екенін айтып көрейік. Балалар, жарайсыңдар, өте дұрыс айттыңдар. Ал енді мына екінші жаттығуға қарайық. Суретке қарап, олардың қандай дыбыс шығаратынын айтып көріңдер. Төртінші жаттығуда сурет бойынша әңгіме құрап жазамыз. Сол оқиғаға байланысты өз пікірлеріңді айтасыңдар. Балалар, дауысты дыбыстар А, Ә, Е, О, Ү, О, Ү, О, Ә, И және У дыбысы дауысты да, дауыссыз да болады, оны біз білеміз. Енді дауыссыз дыбыстар, ол қандай дыбыстар? Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, Ф, Х, Х, Ц, Ч, Ш, Ш және жаңа айтып кеттім, У дыбысы дауыссыз да болады және дауыссыз да болады. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Балалар, мына жаттығуда дыбыстарды дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажыратып, топтап жазамыз. Мына үлгіде дауыссыз дыбыстарды жазамыз тізбектеп және дауыссыз дыбыстарды жазасыңдар. Мына асқабақ пен қауынның суретінде тұрған дыбыстарды, дауыссыз дыбыстарды теріп жазасыңдар дауысты дыбыстарға және дауыссыз дыбыстарға дауыссыз дыбыстарды тізбектеп жазамыз. Енді балалар, мына өлеңді жатқа жазамыз. Есіңде болсын балам, нан қастерлі тағам. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар балалар. Бүгін сабаққа өте белсенді қатыстыңдар. Барлықтарыңызға үлкен алғыс білдіре отырып, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Рахмет.